Сіз егерде бір бизнес ашқыңыз келіп жатыр, не болмаса бір үйренгіңіз келіп жатыр да. Қазір адамдар көп қой, ізденгісі келеді, барлығы білім алғысы келеді, елдің бәрін көзі ашық көкірек ояу деген сияқты. Сондай кісілерге айта кетейін деген кеңесім, біреуден барып оқып алған, қолында сертификаты бар, мысалы 1 миллионға біреу курс сатып алды да, біреуден оқып алды да, сол үйретем деп отыр. Сондай адамға барғаннан көрі, ол менің өзімнің жеке пікірім, сондай адамға барғаннан көрі, өмірде көрген түйгені бар, қателескені бар, бизнес болса да, қарызға кіргені бар, кішкене аяғын шалыс басқан жері бар, қателескен жері бар, адамнан кеңес сұрағаныңыз дұрыс деп айтар едім да. Кеңес сұрайтын болсаңыз егерде. Мысалға мен 2020 жылы Алматыға кеттім. Алматыға барып сауда жасадым. Осы азық-түлік дүкені болды менде 10 жылдан бері. Бірақ бұл жерде сауда аз. Елдің бәрі енді көшіп келіп жатты новостройкада. Bir шетте болғаннан кейін 2 студентім болды, 2 баламды оқытуым керек болды. Сонымен Алматыға кеттім. Алматыда бірінші точканы ашып сауда жасадым. Саудам жақсы жүріп жатты. Одан кейін екінші точканы аштым. Бұл овощной точка болды, көкөніс сататын точка. Екіншісіне ұлымды қойдым да, ұлым ол жерде сатты, мен біріншісінде саттым. Содан кейін балдар онлайн оқитын еді ол кезде, кейін оқуға ашылды да, оларды Шымкентке оқуға шақырды. Ұлым да қызым да қайтып кетті, маған жалғыз қалуыма тура келді. Сол кезде жақын адамым, өзімнің жақсы көретін адамым өмірден өтті, өкінішке орай. Ол кісі өмірден өткеннен кейін мен мүлдем жұмыс жасамай қойдым, шықпай қойдым, бақыламай қойдым өзімнің магазиндерімді, овощный точкаларымды. Сосын жаттым мен. 1 айдан аса уақыт жаттым. Өмірге деген ешқандай құлшынысым болған жоқ. Мүлдем тұрғым келген жоқ, өмір сүргім келген жоқ. Сондай жағдай болды мен басында. Содан кейін Алланың қалауымен ақырындап Аллахқа дұға жасау арқылы, ол кісіге қазір ол жақта не көмектесе алады, тек қана сенің дұғаң көмектесе алады, сен Аллахтан сұра деген бауырлардың ақыл кеңесін естігеннен кейін орнынан тұрып өмір сүруге тура келді ары қарай. Сол кезде барған кезімде уже кеш болды, барлығы банкрот, біреуге тапсырғаннан кейін ол адам өйтіп өзің сияқты жұмыс жасамайды, өкінішке орай. Солай мен Алматыдан жылап қайттым. Квартираның ақшасын да төлей алмай, наоборот, көп жерге қарызға кіріп жылап қайттым. Одан кейін айтайын деп отқан кеңесім сіздерге қазір мағынасы, мәні. Сондай жағдай болған кезде қашып кетпеңіздер. Сол жағдайдан, сол ситуациядан қашып кетпеңіздер. Сол жерде қалып, сол жерге қайта барып жығылған жеріңізге. Сол жерден өзің таяқ жесең таяқ же, естісең есті, естіріңді. Бірақ сол жерден сабақ алып ары қарай жүріп кетуге әрекет жасаңыздар. Сол точка сіздің жығылған жеріңіз емес, сол жерден аяғыңызды тіреп ары қарай жүріп кететін точкаңыз болсын. Сондай точкаңызға айналдырыңыз деп айтпақшымын да. Қателік болды ма, қиналдың ба, сол моментте сол жерде қалып түзетуге әрекет жасаңыздар. Үйренуге, өмірден сабақ алуға. Сау болыңыздар, осылай жасаңыздар.